Ассалаумағалейкум, құрметті көрімдер, барлықтарыңыз қош келдіңіздер. Бүгін мен Алматыдан келдім. Алматыдан таңғы сағат 6-тан келдім Атырауға. Қазір мен өте көп жаңалық бар, в общем, алдағы уақытта көретін боласыздар. Енді бұл видео осы арнада шығатын болады, себептен Morbid Life екінші арнамда монетизация өшіріп тастаған уақытша. Сондықтан сіздер білетін шығарсыздар, казиноға мен реклама жасамаймын, бұл харам, мүлдем маған болмайды. Сондықтан монетизация болсын деп осы бірінші арнаға салып жатқан. В общем, бүгін не істедім мен? Бүгін YouTube кнопка алдым, почтадан барып, почтадан емес, көрші үйге әкеліп тастады олар. Почтадан мен клавиатура, мышка алдым, тағы да посылкалар бар. Барынша енді мені қолдап жіберіңіздер, себептен менде мүлдем реклама жоқ. Тек қана таза монетизация, чисто ютубтан түскен ақшаға сондай видеолар түсіремін достар. Міне көрдіңдер ме? Осының бәрін қазір видео распаковка жасайтын боламыз. Оператор, менде штатив ештеңе жоқ. Сондықтан непрофессионально түсіріп жатырмын сіздерге. Давайте мына клавиатураны қоя тұрайықшы, давайте YouTube кнопкамызды ашайық. Ё-май, мына YouTube кнопкамызды қараңыздар достар. Мына жерге скотчталған екен. Короче, мен 2000 теңге төледім таможняға, Алматыға барып ерінбей. Сол үшін де емес, просто шаруаларым бардым. И как раз заказ бергенде, как раз мен уақытымен Атырауға келгенде, сол бүгін кетіп тұр ғой, прикинь. Бүгін емес, кеше кетті, кеше. Мына товардың бәрі кеше кетті достар. Мен бірақ бүгін келдім да, соны қалай расчеттады шеш. В общем, маған сондай сәтті түсті да, повезло да маған. Ол келіп, короче, мынандай посылка келіп жатыр екен, ютубтан да не келіп жатыр екен. Соны таможнядан барып, таможня 2000 теңгесін төлеп, короче, мына жаққа адресқа алып келіп, көрші үйіне тастап кеткен ғой, звондап. Осы YouTube кнопка үшін, ё-моё, қанша бас ұшты, қанша хейт болды. 2 жылдың ішінде осында дейтін, ё-моё, зорға алдық қой. Кәдімгідей қара терімізге түсіп, қаншама қанды ақты, қаншама адам өлді десек те болады дейсің да, ойнап айтам. Енді біздің Morbid арнасы көп нәрседен өтті. 650 видео түсірдік, күніне 2-3 видео түсірдік кезінде. Қазір енді бір аптасына бір шығарса жарайды сол. Вот, соған жеттік достар. Осындай коробка болады, қараңыздар. Мына жерде барлығы жазылған, адрес бәрі бесплатно әкелген, ютубның өзі әкеледі. Опа-на, братишка. Да, ну серьезно. Ё-ма, мынандай пленкасы бар екен. Мәссаған. Алып қоямыз біздер. Так, мына жерде бірдеңе жазылған. Англисша оны переводтау керек, Google-ға кіріп. Мынандай хат келген екен достар. Тек қана английский түрі келген, орысша жазылмаған, қараңыздар. Қағаздың андай сырты глянцевый ма, сондай бірдеме, бір акварельный сияқты да. Мына жерге анау 100 000 подписчик туылсын, анау Сьюзан Войсиски деген қыз жазған ба, Сьюзан деп тұр. Бұл енді Азия жататын шығар, ютубтың да, Азияға қатысты шығар. Мына достар, ё-ма, зорға алған кнопкамыз. Базар жоқ, қараңыздар достар, Morbid деген, білмеймін енді. Басқа сіздер көрген шығарсыздар, бірақ мына кнопка мен ойымша жалпақ түрі, новый түрі сияқты, for passing 100 000 subscribes дейді, мына Morbid де жазып тұр. Бұны мен ешқашанда өзгертпеймін. Қаншама енді білесіздер, хейт болып жатыр, не болады жаңағыдай. Қаншама жамандық келіп жатыр біздің арнаға, бірақ оған ештеңе етпес енді. Түсінеді, адамдар түсінеді жаңағыдай. Мынандай іліп қоятын несі бар екен да, артында 2 тесігі бар іліп қоятын. Мына жерде матовый достар, сразу айтып қойын, типа андай не сияқты, ткань. Вот, мынандай сыртында несі бар, серебряный кнопка достар, өте әдемі. Салмағымен енді 1,5 килограмдай болып қалар енді примерно. Оны енді іліп қоямыз, міндетті түрде өте қуаныштымын. Так, давайте орнына салып қойып. Сосын артынан бір кездер іліп қоярмын. Короче, мен алдында білесіздер ме, Android'та реклама жасадым ғой. Білетін шығарсыздар да, бір ойында андай, типа дракондар сияқты өтірік ойын. Соны реклама жасап, соған маған $28 берген. 28 доллар берген. Сол 28 долларға мен осындай клавиатура заказ бердім достар. Себептен енді eBay'дан достар, PayPal'дан, яғни PayPal'дан
ақша шығару өте қиын, сондықтан кішкене басын жасап кетті да. eBay'дан барып білдім мен, eBay'дан жаңағыдай PayPal'дың несімен төлеммен істеуге болатын. Сондықтан осындай клавиатура заказ бердім достар, міне. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Вот. Бұл енді клавиатура 21 долларға шықты. Енді біздің теңгемен есептегенде 7000 теңгеге шықты. Бірақ бұл достар механический клавиатура, яғни механик клавиатурасы. И подсветкасы бар достар, өте керемет подсветкасы бар. Оны қазір көрсететін боламын. Так, давайте ашып көрейік. Что за американецтер не салып жүрген маған. И плюс достар, осы комплект ашылшы, братан. Осы комплектке достар, осы клавиатура қосымша жаңағыдай не мышка. Мынау пәле ашылмайды. Біздер қасқа бірінші қандай клавиатура заказ беріп отқасын білмейміз. Вау, достар. Үстіне ашылады екен. Өте керемет достар, өте керемет. LDK деген жазуы бар. Мен жалпы ана біріншісіне заказ бердім, ол дейтін ана алдап кетті да мені. Соның клавиатура емес па деп ойлап отырмын. Жалпы R260 осы сияқты. Міне осындай достар, қараңыздар, механик клавиатурасы. Дыбысты қараңдар, механический чисто. Мына жерге, короче, оны видеоды соңында көрсететін болам. Енді әртүрлі түстер бар. Где-то бір 70 цвет жану керек бұлда. Короче, оны қопару керек. Мына жерде FN деген бар. Мынандай достар, өте керемет клавиатурасы. Маған жалпы ұнады. Осы клавиатура өте көп армандадым. Короче, жалпы айтқанда ана Android жасаған реклама, осы eBay клавиатура алдым. Енді мына жерде достар қосымша тағы да eBay'дан тағы сол магазин, яғни американский сияқты ма, білмеймін, короче, хабарым жоқ. PayPal төлейтін арқылы сондай сайтта. Енді мен карточкаға ақша шығара алмағасын. Енді бұл ақша қалып қоймасын деп, сосын eBay'дан заказ бердім. Мынандай достар, портмоне заказ бердім. Қараңыздар достар, өте керемет. Бұл жерде әртүрлі карточкалар салып болады. Мына жерге фотом салып қойып болады. Замылғы бар екен. Бұл достар, қателеспесем бір $4 тұратын сияқты, достар, кожаный портмоне. Кошелек десек те болады. Бұл достар $4 тұрады, қараңыздар. Мынандай обычный кошелек. Өте жалпақ, жақсы, енді қалтаға жақсы сиіп кетеді деп ойлаймын. Заказ беріңіздер, астында ссылкасын тастайын. Егер қарайын десең, алам десең. Содан кейін, мына жерде мен үйдегі ана ручка бар ғой, комната кілтейді, соны несі кілті сынып қалды да, осын сатып алдым достар. 2000 қанша? 3000 теңге шықты где-то примерно. Оны бірақ сіздер просто көрсеттім. Холодильник кетіп қаласын, холодильникте де жаңағыдай лампочка жанып кетті, сонда сатып алды 900 теңге. Ол үшін мынау 35 мың сағатқа жетеді дейді, 10 жылға дейді. 10 жылға дейін жанатын болады. Айбат. Айбат. Мен ойымша достар, қосымша келген жаңағыдай мышка шығар. Беспроводный мышка, достар, беспроводный мышка. Мына жерге кішкене естіп майысыпты, енді іші бүтін болса болды бізге. Самый главный, тағы да қазір ойланып қаламын, былай ашылады екен бәрі. Мына достар, осындай. Қараңыздар достар. Вау, трансформер мышка. Алыпса. Өте керемет, қараңыздар. Мен сырты матовый. Ролигін қараңдар, өте зверді терминатор, короче. Беспроводный мышка, бір жағынан бір жақсысы. Енді мен радуга түрін жасап қойдым, енді андай көп шыққан жоқ, сол менде уақыт болмағасын, как всегда білесіздер ғой. И мынандай достар, терминаторский мышка өте әдемі, жалпы маған қатты ұнатты. Жеп-жеңілді, өзі андай ауыр да емес, жеңіл де емес, средний да вес. И мына дизайны удобный да, басқанда плавно басылады. Қазір достар сіздерге көрсететін боламын.
Так, міне текст ашқанда міне қараңыздар. Мына дыбысты қараңдар. Дым дыбыс шықпайды достар. Мынау беспроводной астында сөндіретін жана жағатыны бар. Яғни и мына мышканы қосып қоймын, себептен мына зарядкасы бітіп қалғанда, мына зарядкасы айтпақшы, мына жерде USB-сімен толтырылады екен, батарея керек емес, бұған мына жаққа USB тық қоясыңдар да, өзі зарядталынып алады да, содан кейін пайдалана бересіңдер. Бұл әртүрлі цвет қазір айналады. Егер де мұны мысалға заряд бітіп қалып отса, мына запасный мышканы ала қоя, мынау да қазір жасап тұр, екеуі де жасап тұр қазір менде. Вот, енді мынандай бір прикол бар, достар. Мынандай подсветкасы бар. Қазір, достар, сіздерге прикол көрсетіп жіберейін. То есть, мына достар, мынаның шумы осындай, обычный 2,5 теңгенің клавиатурасы. Бұл бастықтан сұрап алған клавиатура, 10 жыл болған шығар ол клавиатура. А мынау біздің новый клавиатура. Көрдіңдер ма? Дыбыстар андай глушак сияқты да, андай заглушен да, кішкене. Приятно да, басқандай, кайфка. Онда қатты шықпайды да, мынадан көр. Мысалы мынада. Көрдіңдер ма? Осындай глухой звук шығады да. Бәрі енді айбат болды. Осындай сіздерге обзор ұнаған шығар. YouTube кнопканы ана жерге қойдым пока. Білмеймін, мен қайда қояды басқа. Варианттар жоқ. Комментарий міндетті түрде жазып кетіңіздер. Айтпақшы мына несін бір минусы, мына жерде орысша әріппен қазақша әріптер жоқ. Сондықтан бұны не істеуге болады деген сияқты комментарий жазып кетіңіздер. Қосымша жаңағыдай не айтып болады? YouTube кнопкасын алдық біздер. Портмоне алдық, клавиатура алдық, мышка алдық. В общем, тағы да бір-екі зат келген жоқ әлі. Сол келетін болады, достар. Осымен біздің видеомыз бітті. Осы судың ішінде алтын бар.